Хе-хей, подкаблучниктер армиясы. Как вы? Где вы? Короче, вилла жалдап қойдым. Мальчишник, қарасай, ұйқыма. Менің вайпым қыздарға айтын ритм сіз білсең тездетіп үйге қайтын жолға шығып такси ұстайтын есікті ашып тұрып адрес айтын өкшесі сынып құлайтын жерге отырып алып жылайтын сыртынан күнде сұрайтын түнде қасынан қалайтын кетіп қалды басқа Қыздар қырғын. Место положение жібер. ритм сіз білсең тездетіп үйге қайтын менің вайпым қыздарға айтын Әйелдерімізден қалай сұранамыз? Бір өзім 10 қызбен отырам ба, қарасай. Жарайды, жетуге тұрсам. Түү, жігіттер, бара алмаймын мен ол жаққа. Білесіңдер ғой, у-шуды жақтырмайтынымды. Қумасаңдар ше, серік так келемейді. Бір нәрсе план құрып сұранып тұрсаңдар ше, ой-ой. Индира! Жүрегім, Индира! Индира! Ойбай! Индира! Не болды? Серік қайтыс болыпты. Қай серік? Палшан, әскердегі досым. Серік қайтыс болыпты, мезгілсіз. Ей, сен өткендегіде алдап тұрған жоқсың ба осы? Есің дұрыс па? Адам өліммен ойнайма өйстеп. Қызықсың сен. Жарайды. Не істейсің енді? Не істеймін? Бар. Бұрыс топырақ салам да. Байқұса. Отыршы. Серік. Әй, серік неден қайтыс болыпты деймін? Білмеймін. Неге білмейсің? Мен өлтірді дейсің ба? Машина басып кетті дейді. Ой, жұрт сияқты әңгіме де айтамайсың ғой. Түү, жаным, енді еркін досың шақырып тұрса, барып, көңіл көтеріп, сергіп қайтсайшы. Қош, барғым кеп тұрған жоға. Ей, қазақта мальчишник деген болмаған ғой. Қай атаңнан көріп едің мальчишник істегенді? Енді еркін ең жақын досың емес па? Ертең бармасаң ренжит. Сен мен уайымдамаш. Мен саған сенем ғой. Бара бер. Бара берейін ба? Бара бер. Ой, кешір, әдет боқапты. Шамыз. Өзіме сөз беремін, өзгеремін деп барлығын оямын, таңда жүгіремін деп ақшаны жинаймын. Подкаблучниктер армиясы. Қалай жеттіңдер? Қалай жібердің? Шықтық қой әйтеуір. Қалай шықсақ та? Сен абайлаш. Именно сен абайлаш. Сенің әйелің любой жерден тауып алады, білесің ба? Сен мына армияның командирісің ба? Ана өтте Таиландта тауып алдың көрдің ғой. Сวัสดีค่ะ ใช่ค่ะ ชาวกั๊กอยู่ที่นี่ค่ะ Талғат?
чалгат телефон. Алло? Албаста жердің астына кіріп кетсем де мен сені тауып албай, неге алмайсың телефоныңды? Так что телефонды кәдімгі геоданный, геопозит тугейсін өшіріп тасташы бәрін. Жаныс мен қошақаным жалғыз қалдып кетті. Есіміңізге қарнас? Лейла, Лейла, қалқамай. Сіздің есіміңіз? Менің атым Кәрім. Жоқ, мен сіздің түріңізді айтып тұрған жоқпын. Есіміңіз? Мен де түрімді айтып тұрған жоқпын. Мен де есімім Кәрім. Өкінішке орай сіздің есіміңізге ән жоқ шығар. Әйтпесе айтып берер едім. Маған есімі ән жоқ, ой, неге жоқ қарнас мынау? Кәрім ай, Кәрім, Кәрім ай деген маған аналар ма неге? Солай деңіз. Коля? Осы мен саған бар ғой, қашан қайтам, а? Менің атым Коля емес. Асылжан, Асылжан. Не дашпаш, Коля? Көріп тұрсың ғой тазалап атқанымызды. Ізің қалды ғана? Ұшып жүрейін мен де. Талай жыл еңбек еттік осында. Біздің де артымызда із қасында. Фальқыз. Басқа сенен қамай қойсыншы із. Не бәле бойы бір қарс, аяқ 45-ші размерім. Не деген керемет Масқара ғой мына жер, сұмдық қой мына жер, а? Қып келді. Зор жерге келдік. соны айтам да. Мына жерге не деген ақша кет деген деймін да. Біздің үй мынаның жанында тауыққана болып қалды ғой. Ой, сені тауыққана екен. Біздің үй қарлығаштың ұясы болып қалды ғой. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы жайғасып алдыңдар ма әйтеуір? Кәрім, ойланшы. Мына жерде осындай 8 вилла бар екен. Әр виллада 50 бөлмеден бар. Әр бөлме 150 мыңнан. Прикинь. 180 мың теңге. 180 мың дейді. Сонда 58... Сен математикаға күшті ғой, есептейші сен де. Қанша тауып атыр сонда бұлар? 8 вилла. Әр виллада 50 бөлмеден. Әр бөлмені 180 мыңға көбейтші. Ё-майо. Күніне 72 мың теңге табады екен. Жоқ, ей. Күніге 180 мың деп тұрған жоқ па? 72 мың сен. Мен 3-0-ді көрмей қаптым ғой. Ё-майо. Бәсі? Күніне 72 миллион. Не деген ақша ма? Масқара, не дейді? Сіздің айлығыңыз қанша? 150 мың теңге. 72 миллион күніне тауып сізге 150 мың бере ма? Айна, я? Масқара мен. Я демес па көке, я? Башыларға барып айтайын. Айтпайсың. Бермеймін, күніне 72 миллион табады. Тоқымдар. Сендер бар ғой? Біреудің ақшасында нем бар санап, а? Демалға келдіңдер ма? Демалыңдар, қадырыңдар, бассейнге барыңдар. Өмірден ләззат алсыңдаршы. Не ол? Қанша дедіңдер? 72 миллион. Масқара, мен басқаларға барып айтайын. Мына швейцар көкем бір ай жұмыс істеп, бір күндік бөлменің де ақшасын алмайды екен ғой, қойыңдар, құрсын. Біреудің ақшасын есептегенше көкем айтпақшы, ләззат алайық та бар. Сыртты көректі ләззат алатын ләззаттар бар ма екен өзі? Ләззаттардың отаны ғой өжәрін. Шыдатпай баратқаны шөлденерін, ақылға бағынбайды сенген жерім. Сен де мені ұнатып қалдың білем, қалайсың барлық жарық сөнгендерін. Ашмаған құшақ, лала гүл құсап, кетесің сейсем. Ассалаумағалейкум достар, бүгін демалысымның бірінші күні, атмосфера керемет, күн жанып тұр, бассейн тап-таза. Артындағы қазір демалып жатқан адамдардың көңіл күйін көрсетемін сіздерге. Саламатсыз ба сұлу қыз? Сәлеметсіз бе? Мынау менің бөлмемнің кілті, сізге аманат. Рахмет. Демалысыңыз қалай өтіп жатыр, ұнап жатыр ма? Барлығы супер, керемет, бірақ бір мәселе болып тұр. Қандай? Мына жүрегімнің кілтінің есін таппай жатырмын да, соны сізге табыстасам ба деген ой ғой. Жоқ, біз ондай кілттерді қабылдамаймыз. Оған гарантия жоқ қой. Ол әзілдедім ғой. Бақалуат есім, блогермін, пупер десеңіз болады, пупсик десеңіз де болады.
Қуаныштымын, Ләззат. Сізге барынша қызмет етуге дайынбыз. Демалысыңыз сәтті өтсін. Сау болыңыз. Не істемесің? Көлік ішті ма? Сенің мұндайда өнерің бар ма? Маған шай би қалдырып бар ғой, өйсті қуантып қойса, мен де оларға сыйлық жасап қуантып тұрамын ғой, өйсті. Бермегендерге ше? Оларға да жасайым сыйлық. Бірақ басқаша да олардікі. Қой, жұмысын көріп. Абайла, аққуымды үркітіп жіберме, ұшып кетпесін. Орамалды осылай тұрғызуға болады екен ба, Жылжыр аққу, айдан да жылжымайды. Жылжымайтын аққулар да болар әнді, сонда. Қатырады екен, ой, бармай. Мына табан анның дәмін, ай досым. Бұл бар ғой, нағыз балалық шақтың дәмі. Сен білесің ба? Мен нанды жесем, апамның наны есіме түседі. Иә, сөз өтесің. Апам, сенің арқа. Жігіттері, дастарханың емесін айтайықшы. Апаң не сені? Короче, қыздар. Қыздар, кешірім сұрайды. Біз бар ғой, біз бірімізді бұрыннан танитын сияқтымыз. Бүгін таныстық. Бүгін таныстық. Сені уже бір ғасырдан танитын сияқтым. Бұл жақсылықтың белгісі. Қыздар, біздің сөзіміз жарасты, значит. Мальчики, может, потанцуем? О, давай. Почему бы нет? Ё-моё. Жігіттер, қалайсыңдар? Кешегі қыздар қайда? Жаман қатты кет қаптығы. Ой. Не болды өзі? Түк түсінсем бұйырмасын. Қазақстанда бір арақ таусылып қалатындай шыптық көтейік. Еркін кет. Бойдақтың аты бойдақ, еркінің әлі тың сияқты ғой. Көмекті шақыр. Тұрыш. Не болды? Жігіттер, Оянбайтын ау. оянбайтын дес. Вообще оянбайды білмеймін. Плюс жоқ, жігіттер. Не? Айтып жатырмын, о қарасайын. Оянбайтын ау. Сотталатын болды. Жігіттер, кеше біз не істедік? Сенің
досым, мен әрге жақтаған. Демесін демесе. Келіншегім екеуміз көптен бері бала күтіп жүрміз да. Бірақ болмай жатыр да. Бәлкім сіздерді де сондай бір күшті күн күтіп тұрған шығар. За бәлкім басқа ештеңке есте жоқ. Не істейміз деді. Қашамыз. Біз қашамыз. Қайда қашасыз? Жан-жақтың бәрі камера, әр қадамың жазулы. Иә, Сотталамыз. енді қандай план жігіттер? План Б. Планның шешесі. Адам өліп жатыр, мазға адам өліп жатыр. Планшы. Не дейді? Планшы. Мынау өлікті тұрамыз. Жігіттер. Мен машинаны жақындатам. Тез мына өлікті астынан түсіңдер. Тез. Қарақат көзі нұр жүздай ойды Бекер келіп мен мына жаққа. жанар оты жылтылдап ұстараны жүзінде Көтерсеңдерші. Аяғынан ұстасын. Демалысының бірінші күні күн деген жанып тұр мына жерде. Керемет. Тұрғыз. Кәрім, мүмкін искусствоны да ғайна істеп көрермін, тіріліп кететін шығар. Құрбатай, сені перегарымен өлеміз, тір адамды өлтіресің айнағайын. Алло? Ой, ажам, жеттім. Ой, жаман болып жатыр мына жақ. Майт дайындап жатыр қазір. Ертең жаназа ғой. Жаңа сен ана Баха Пупердің сторисін көрген сияқтым. Тура саған ұқсайды бар ғой. Бассейнде қасында қыздар көңіл көтеріп жүр. Қайда қыздар? Мен жаназадам, есің дұрыс басаң. Давай сонда берме, пока. Иман саламат болсын. Кім қайтыс болды? Әйелім ғой. Әйелің қайтыс болды ма? Қайдағы әйел? Ана кеше аяқ астына еркін звондаған жоқ болса шақырып. Сол кезде не айтарымды білмей, әйеліме серік қайтыс болды деп шығып кеткенбіз екеуміз. Сендер жындысыңдар ма? Үйлеріңнен жақсы нәрсе айтып шықпайсыңдар ма? Өлім емес. Не болды ал енді? Еркін қайда кетті, а? Бісміллә. Стоп. Машина қайда? Мына план порожняк. Короче, алдыда екі охрана тұр. Адамдар кеп жатыр. Машина вообще жақындаймаймыз алдына. Другой план. Так. Біземіз. Мына денені мен апарып тастайым. Сендер заттар тилаңдар. Осы. Бұтына тығып ағасың ба басыңда? Мына жерге сендерге суға түсуге болмайды. Бұл жер терең. Ондан адасып кеттіңдер. Енді былай жүріңдер. Жататын бөлмелеріңді өздерің білесіңдер. Сол жерде тамақ ішетін жерлерін өздерің тағы да білесіңдер. Жаным, мына коктейль дайындап қойдым саған. Мына күннен. Қазіргі қыздарға дауа жоқ, Мен де сені жақсы көремін, жаным. Затып алып жұмсайтын болған. Әй.
кырташқа шайбей қалдырмадыңдар. Сендерге енді кырташтың атынан керемет сыйлық. Болды ғой? Шық бермес шығайбайларға бұдан артық не сый керек? Заслужили. Мынаны не жаққа жатқызып кетіп едім ғой мен? Қуасыңдар ма сендер? Менде де екі аяқ қол ғой. 40 аяқ емеспін ғой. Түсіндің ма? Ой, байымна кісі шортимен дәрет алып, қандай намаз оқиын деп отыр. Сүйісіп болсаңыздар өтіп кетейік. Өлтіресің ба, қайтесің анағызды? Сүр құсап жабысып отыр. Қан сорып отыр, не істеп отыр? Төртең, беріңіңіз бер. Ұзын тұра, бер кел. Шыстақ судан. Бер кел, молдаға. Болсаңыз, дәрет ап болсаңыз жүріңіз, намаз уақыт болып қалды. Бер кел жүр. Бол, бегом. Ұста сұңқыларын, жүріңдер. Жігіттер сендердің мына тірліктерін көрдім мен. Ештеңе жасырамайсыңдар, ауыр қылмыс істепсіңдер. Ешқайда қашып құлам деген ойларыңда да болмасын. Бәрі камерада тұр. Аға, біз әдейі істеген жоқпыз. Қателік болып қалды. Қашаннан бері мәйіт жасыру деген қателік болатын болған, Мәйіт жасыру деген қандай үлкен қылмыс екенін білесің ба сен? Анам мен полицияға беретін болсам, өмірлерің астан кестен шарт пысайды. Астан кестен шыққанда әдейі жасатып қалмыз, соны. Ақылама мағаны, тонын төмен сүріп сөйле. Ақылаған жоқ. Ақылағанден жәнме, енді біз абайсызда болып қалды деп жатырмын. Біз ондай істейтін адам қоқсаймыз байчы. Енді сол үшін кеп тұрмын ғой алдарыңа. Бір амалы бар бұның. Қандай амал? Любой амал, бой десең бой. Қумай. Арзанға түспейсіңдер. Қанша? Короче, маған наличка $100 қойып бересің. $100,000? Шынысы ма? Біз қайдан табамыз ондай ақшаны? Қайдан табатынды, кімнен алатынды білмеймін мен. Тап, ту. Болмаса түрменің түбінде шірейсің. Біз ондай ақшаны қолымызда ұстап та көрген емеспіз ғой біз. Ұстап көрмесіңдер, көресіңдер. Көресің? Уақыттарың аз жігіттер. Мына сендердікі бар ғой, групповой. Мына статьясы қандай болатынын білесіңдер ма? Қандай группа бой? Айналайын, мен шатағым жоқ бұл тірлікке. Бала шағам бар мен, үйме қайтам, айналайын, өздерімен. Мен бір-ақ рет вальс білем, не? Менің ештеңке есімде жоқ. Тым білмеймін мен. Мен де білмеймін, вообще. Мен вальске мен тем более вальске шақырдым оғызды. Сөйтеді ол маған, ты не мой вкус деді, базар жоқ дедім. Құдайға шүкір оның вкусында болмағаныма. Негізі Еркін жүрген сен ғой, конкретно. Сен ғой жанымен қалмай жүрген Еркін. Құткелді, билеп атыр едің ғой сен. Қоя, бәлеңді жаппай. Бәрім айтсайсың деді. Қойсай болды ғой, сен ғой, не бәріміз ақ кетейін деп тұрсың ба? Қолыңа сен мойныма көтер давай. Сен алаяқ. Так айтсайсың, әмпай-жампай болып отыр едіңдер ғой. Мен де жамбай болды, әмбай болған жоқ. Қызғанып алып кеттің ғой. Сен мошенник. Сен алаяқ. Сочка кесің ғой сені. Durmayın. Çötür. Cumhurlar götürgen cürcüğüldü. Koyay cürcüğünde özün götür yani aynı. Koyay. Kürsek köldegen neyse. Қуатылмыз? Көп түкіреміз деп, соны өлтіріп қойған жоқпыз ба, көз тимесін деп. Тоқтаңдар жігіттер. Камерада төртеуіңде барсыңдар. Короче, енді қазақтың балаларсыңдар ғой, жарайды бір көмегің болсын. Тірлік жабас болсын да? Жабам. Айтқанымды орындасыңдар. Не істеу керек? Короче, ақшаң қайдан алу керек екенін білемін. Істейтін болсыңдар өздеріңе де маған да жақсы. Не істеу керек сонда? Осының бәрі бар ғой, Еркін, сенің кесірің конкретно айтайын бар ғой, Сен осы жаққа шақырғанда аяғым тартпап еді. Не болды ал? Ана күзетшінің айтқанын істемесек түрмеде шірейміз ғой, Қойыңдар сеп болды. Не спится. Сейіп,
көзім тапшы. Көзімнің тыртқым таппай жатыр. Кино жатыр. Не айтамыз ғой? бір нәрсені өзім Тап. Айту керек қой. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Қалайсыңдар? Жақсыңдар ма? Қалайсың, жақсың? Қалай жақсы демаласыңдар ма? Күшті көке. Көке, осы жердің қожайыны өзіңізсіз ба? Не болды, жайша ма? Бұндай жерде өмірімді демалып көрмеппін көке. Қайдан Зор екен. Қайдан келгенде қаладан келдік көке, я. Қалайсың, жақсың? Сен атың кім? Ибрагим. Ой, молодец. Ибрагим, не жеп жүрсің? Нан. Нан? Мына өзіміздің ауылдағы уақытысында әжелеріміз пісіріп жүрген табан нан емес пе көке? Қазақтың бренді. Жоқ, мына өзіміздің қазақтың табан наны ма дегенім ол көке? Ауыз тиіп көрсем бола ма көке? Айналайын, ол топырақ емес қой, нан ғой. Әрине болады. Иә көке. Қолқандай. 22. Бұл саған топырақ емес. Бұл саған басқа бір анау нелерге духовкаға пісіретін нәрсе емес. Бұл кәдімгі тезекке пісіретін қазақтың табан наны. Ал мен бара берейін онда. Өй, мынау. Қаш көке. Болды көке. Рахмет. Демалыс жақсы өтіп отыр мен? Күшті көке, керемет. Болды, жүр, кет. Сіздің үлкен рахмет. Қарапайым екенсіз, осы жердің қожайыны бола тұра. Иә көке. Совсем жасап жатыр. Бастық келе жатыр. Ойлаңдаршы, мына ақшамен мына жерде тағы 3 ай. Оппана. қойшы еркін жетісіп отқан жоқпыз. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум салам, ақша қайда? Молодец. Уәдесінде тұратын жігіттерді жақсы көремін өзім. Так, мына жерде қанша? 100. Қалай 100? Қалған қайда? Өмірде сіз 100 дедіңіз ғой. Қалған қашан бересіңдер? Қалған несі тағы? Өмірде сіз бізге 100 дедіңіз. Мен ана жерге сейфке бардым. Оның ішінде бұдан ба артық ақша жоқ. Әрқайсыларын $100 береміз деп келіскен жоқпыз ғой. Или мен лоқ көріп тұрсыңдар ма? Әрқайсысын болғанда онда мынау мен бердім, менікі болып тұр ғой. Үшеуіне сұрасаңшы. Осындайыңды қойшы еркіне. Братан, сен біз біреумен шатастырып тұрсың ба? Жанталасып сор қалдық мына ақшаны. 100 дегенге болды. Ойнап жатыр ме? Бәрі нормально. Бірақ екінші кәрі бір жерде көрмейтін ойынсыңдар. Түсіңдер ма? Болды. Жоламаңдар. Жақсы, давайте. Видео ше? Айтпақшы. Мына, мынаны көз жүрмес басқа жерде жоқ. Уайымдамаңдар. Жақсы. Мынаны ше суға ағыздырып жіберу керек, мына срочно. Иә. Короче, былай. Бүгіннен қалдырмай. Ырдаң, жырдыңды қойыңдар болды. Есің барда елің тап. Таяйық мына жерден. Бұндай кайыптарың болсын. Қайтайық. Кеш жарық жігіттер. Полиция капитаны Дастан Жайнақ. Ішкі істер министрлігі Абай ауданы бойынша полиция капитаны Жандос Итметов. Жарамдылығы 12.05.2026. Еркін. Жандос, базар жоқ дейді, ешкім оқымаған, Красавчик. Сіздер осы жерде демалып жатсыздар ма? Иә. Шығып баратқанбыз уже. Кетіп бара жатырмыз. Әңгіме былай. Аймақтан ешкім шықпайды, ешкім кірмейді. Жайшам? Жайша болғанда үлкен суммада ақша жоғалып отыр. Барлығыңыз күдікті болып тұрсыздар қазір. Тез ішке кіріңдер. Так, сіз неғып қол ашып тұрсыз? Кім? Сіз? Қол ашып тұрған жоқпын. Түріміз осындай. Кішкене кезімде мен қатты қорқып қалғам ғой. Үстінен осындай болып қалғам. Жайлы демалыс ұнамай жатыр ма? Зор.
Давай тез бөлмеге кіріңдер, одан кейін сөйлесеміз, е? Жақсы. Мына ақша мұнда не тұр? Бұны күзетшіге бермек қой. Ой, не болып кетті өзі? Қазір полиция келсе, шаруа бітті жіктер. Мына ақшаны білдіртпей орнына қайтарайық. Әйтпесе қана. Құмаши қаяқтағы қайтарайық. Ешкім көріп тұрған жоқ. Ешкім білмейді. Өзімізге қып қалайық та. Кальпөват етеді. Ақшаны ойламай, өзіңді ойла, ақымақ. Бұлар явно бізге подстава жасап жатыр. Ертең барға түрменің түбінде шірейсің. Осының бәріне сен кінәсіне. Қалай мен кінәлі? Күліс жатқан бүркіттің, көтін шығы бүркіттің деген саған арна. Сен көтін шығып жатырма мен? Сен қатыннан қорқасың. Неменеге қуылса билеп атсаң кезде айтпайсың ғой мен. Жігіттер, мына ақшаны білдіртпей орнына қоямыз. Басқа жол жоқ. Қасым, айт. Қалай мұнан қалдырып кетесің е мұнан? Точно бір нәрсе бар мына жерде. Өмірсетпей ойлап шығышты. Федя, Колю позови. Коля, я тебе сколько раз говорил, чтобы у меня вот этот торшер работал. Или вообще уберите его, другой поставьте. Давай, чтобы завтра утром он заработал. Так. Витяны қойшы маған. Витя, машина где? Давай заводи и подъезжай, сейчас я выйду. Вот это двоих идиотов я тюрьму посажу завтра. Они думают, что я их не знаю, что они делают, что они потихоньку воруют, как будто я не знаю, да? Я все знаю. Вот этих твоих механиков говорю, которые машину ремонтируют. Обеих посажу в тюрьму. Давай машину загони. Давай, пока. Так. Микоға заданияны бердік. Машинені есін алдына әкел дедік, оталдырма дедік, шардардың тапсырмасын бердік. Қалсыманатық болды. Пақ шіркін, мына жануардың бітімін бөлек екен. Көкжайлауға апарып жайдақ мініп, ой бір шапсаңа. Күлдір кісінетіп, күреңді мінер мекенбіз десеңші, я. Ақ шіркін десей. Ой, шіркін ай. Шоқпардай кекілі бар. Қамыс құлағым ай. Мынауың басына ноқта тік кигізбеген бір асау сияқты ғой. Асаудың да бір мінілетін кезі болады ғой. Ай, шіркін ай. Қай күні қолыма түсер екенсің. Сол күні басыңа күмістен ноқта, тұяғыңа алтыннан білезік кигізіп, бабың мен баптар мынау. Ағар, мен осы күнге дейін қанша комплимент естім. Бірақ тура сіздердікіндей ескі әдеби комплиментті бірінші рет естім. Көп рахмет. Қарындас, телевизор жауып қалдың. Олай тұршы, жауып қалдың. Ой, шіркін.
мынаны айтып жатсыздар ма? Шабысын қараш. Ай жар, бітімі бөлек екен, Ойпырмай, қамыс құлақ жес тұяқ екен. Қош келдіңіздер, қымбатты қонақтар. Біздің сән салтанаты жарасқан Парадайс вилласына көңілді демалып қайтуларыңызға тілектеспіз. Тәрбиетіңіздер. Демалуға менде уақыт жоқ. Шаруамды бітірем де кетем. Қай шаруаңыз болса да бітіріп береміз. Менің шаруамды сен емес. Мен өзім бітірем. Болды. Жүріңіз әуелі. Бөлмеге жайғастырайын, сосын жан-жақпен таныстырамын сіздерді. Аралап көрсетемін сіздерді. Көп сөйлейдіңіз. Бұл. Кілт бер. Қош келдіңіздер. Келе жатыр. Еркін келе жатыр. Жігіттер. Жігіттер, прикинь, ана қыз тірі. Сен тірісің ба, әлде тірі емессің ба? Қой, тірі? Екеуі де. Тірімін де, тірі емеспін де. Бағана ол талып қалды деп бетті сүйін деп атқан оян кетсе бола ма? Атыңыз кім десе Махаббат. Сөйтсем, любой момент талып қала береді, прикинь. Докторлардың айтуы бойынша идиопатиялық аритмия деген ауру. Оның ана жүрегі тоқтап қалатын болып тұр ғой. Менің жүрегім кейде солай тоқтап қалады. Оған пұф, қалаған уақытта талып қала береді екен, ойлашы. Кез келген уақытта өліп кетуі мүмкін. Сонда, демек қыз тірі? Ақша орнында. Онда біз неден қорқамыз? Жігіттер, новый қыздар тауып қойдым. Мет картасымен кесіншесі новый қыздар келеді. Отвечай, талқымайды. Бұл жол талқымайды. Жігіттер. Мен сені сүйіп өтем локдаун. Мен сені сүйіп өтем жаным менің локдаун. Жігіттер, құрыдым. Не қылды? Тағы не болды? Ана жүрген қайнатам ғой менің. Қой, Базар жоқ. Қасына бір қошақан ертіп ғой. Емізейм деп жатыр ғой. Соны айтамын қарасайшы. Маған ақыл айтқанда бәле дейді. Мына отбасын сақтап қалғың келсе, ешқашан әйеліңнің көзіне шөп салушы болма. Бар сондай оңбаған адамдар болады. Бола ма? Бола ма? Бола ма, болмай ма? Ондай болмау керек. Жер басып желеді ау. Ондай оңбағандарда. Шомыға берексің. Сәлеметсіз бе? Қарындасым, анау қазір өтті толық қызы. Деп қалған жетірі. Қай бөлмеге жайғасты, көкемет сол. Ол кісілер 205 бөлмені алды өтемін. Бірақ олар қазір ресторанға кетті. Қалай жер басып жүр екен, ол кісілер. Ау? Іштеңе, рахмет. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. 205 қай жерде? 204-дің қасында ғой.
кілтім жоғалтып алған едім да. Ашып бере аласыз ба? Ашып берейін. Ой, рахмет. Міне, барлық бөлі мен ашам ғой мен. Ей, мұнда ғой. Молодец, аташық. Бөлмені қатырды. Жұтқа ақыл айтқанда бәледе. Ренжімеңіз, ата. Енді сіздің қандай адам екеніңізді бүкіл жұрт білетін болады. Сен менен бірдеңе жасырсың. Сен мұнда жайдан-жай келген жоқсың. Точно білуің бар сенің. Жаным, не болды саған? Сонда маған сенбей, артымнан іздеп келгенсің ба? Телефонды неге көтермейсің сен, Точно білуің бар деймін сенің. Боря, мен саған айттым, бір апта осында конференцияда боламын, босағанда хабарласамын дедім. Не деген сөз түсінбейді адамсың? Видеомен звондасам көтермейсің. Көрсетші. Жалғыз жатырмын дейсің, көрсетші. Көрсетпейсің ғой сені. Жүр, көрсетем. Жұрттың бәрі бетіңнен көруші еді, енді басқа жеріңнен танитын болады. Точно білемін, кәр. Көрсетпесең, ақыр маған сенбейді екенсің. Онда біреу бар дейміз. Я, пердені көр. Көрдің ме? Я. Бергел! Шаршатасың мен. Ужас, Боря, ужас. Душты көрсең? Қайда тағылады деп ойладың. Қашып кетпейді деп ойладың ғой, Көрінбей қалады деп ойладың ғой, Ваннада біреу бар. Ваннада біреу. Бергел! Көр. Кайыз! Ассалаумағалейкум. Боря, қойшы. Боря, айналайын, кешіріңіз, Боря. Менің кінәм жоқ. Мен бөлме шатастырып кіріп кетіппін. Дұрыстан түсініңіз, әдейі жасаған жоқ. Түсінші мені, әдейі емес қой менікі. Шатастырып? Қалай шатастырып? Сәл кешіп келіп үстеріңнен түссем. Бөлмені емес, әйелімді шатастырып алдым дейін деп тұрсың ғой сен, Араларында не бар? Боря. Жаным кім? Кім мынау? Айтты! Қайт! Кім дейін? Боря, айналайын. Сабыр қылшы, айналайын, арамызда ешкім жоқ. Неге түсінбейсің? Неге? Ой, сен қызғаншақсың ғой, айналайын, соншама неге қызғанасың? Мен танымаймын бұл келіншегіңді. Бір жет көріп тұрмын. Екіншіден айналайын саусағымның ұшы да тиген жоқ. Үшіншіден, менің вкусымда емес сенің қызыңыз вообще. Маған ұрысып жатсың, мен әдеге кеткен жоқпын ғой мен. Қалай ұнамайды? Тиіскен жоқпын, танымаймыз бір. Тиіскен жоқсың. Деп Боря, сен құшақтасқан да жоқпыз. Боря, сені. Жаным. Не істеп тұрсың? Не істеп тұрсың? Жаным, түсір мені, Боря. Әрине. Кім анау? Сен не жалғыз өзің үлкен кісімен атсың? Еркін, сен дұрыс түсінген жоқсың ол. Жоқ, ренжімеді. Мен сен ерекше қыз деп жүргем. Сен де көптің бір екесің ғой. Еркін тыңдар, сен ойлағандай емес. Әрине. Шаштарың бір деймі? Немнеге бір парикмахерскийге барасың ба? Бәрі дұрыс секілді. Дегенмен де дизайн ауыстыру керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Есептеңіздер, содан кейін маған айтарсыздар.
Не болды? А? Кім ол кірген? Ой, шәкірт, ой, Ё-моё! Ай, осындайда мына зарядка өшмейтін кезде өшіп. Ё-моё! Бұлар түнде де жулаған? Ұйықтатпады ғой түні бойы бұлар. Ё-моё! О, Аташка! Пенсияма десек бабында екен ақсақал. Ай! Түсіріп бар ғой, тарататын бар ғой, чатқа сап жіберетін. Ай, көке. Көке, не болды? Ұстадық қой. Ақыры. Кәрім? Ай, сен бұндан алып жүрсің. Кешіріңізші көке. Шынды айтсам мен түсінбей қалдым мен. Мен мына вилланы сатып алайын деп жүрмін ғой мен. Мына жерді ма? Ана қасымда жүрген ана қыз бухгалтерім ғой менің. Ана менің орынбасарым. Ақшасына келісіп, анау ақшасын төлейді. Сен тұрып ал. Деп маған. Кешіріңізші, мен түсінбей қалдым. Сізді көріп қалдым, жүгіріп барып амандасайын деп едім, бөлмеге кіріп кеттіңіздер. Сөйтсем андай бір дауыстар шығып кеткен екен көке. Шегіртке ғой, шегіртке. Мен білмеймін ғой, шегіртке екенін. Сен тоқта. Мақұл ғой, мен мына вилланы сатып алайын деп жүрмін. Сен неғып жүрсің бе жерде? Жаназаға кетті деп еді ғой. Сенің бір досың қайтыс болды деп еді ғой. Сен бұл жерде неғып жүрсің? Ал. Жаназаға барғам, бейшара досым қайтыс болды. Оны шығарып салдық. Сөйттік дағы қайтып баратыр, еркін деген досымыз звондап қалды. Үйленетін болдым дейді. Қуанып кеттік, үйленсең айналайын. Той ғой онда деп. Сонымен өзіміз отырып мальчишник жасайық, бойдақтықпен қоштасайық дегеннен кейін осы жерге келіп отырсақ, сізді көріп қалдым да сонымен. Мақұл. Мен отырысқа келетін болсаң, менің қызым неғып шақырмадың? Мальчишникке әйелдер бармайды ғой. Бұл жігіттер тек балдар өзіміз отырамыз ғой. Ондай әйелмен баратын жерге мен тастаған емеспін қызыңызды көке. Че-то подозрительный. Қойыңыз. Подозрительный жүрсің. Енді тұрма ертең. 14 жыл, 20 жыл болып еді. Екінші семьям бар еді менің. Қойыңыз. Енді мынандай болды деп жылап, подкастқа шығып, масқара болып тұрмайық. Құдай сақтасын көке. Ажырасып. Ей, көбейіп кетті ғой қазір подкастта. Жылап тұратындар. Деп, еңіреп. Ей, мынау ажырасу жөнінде біздің Қазақстан дүние жүзінде екінші орын алады екен. Қош, әлем бойынша ма? Иә. Машалла, жақсы екен ғой, Ей, не жақсы? Не, ажырасқан жақсы ма? Ажырасудан екінші орын ба? Ертең күні сен тұрып ажырасып алып, бірінші орынға шығып кетпек, мына Қазақстан. Құдай сақтасын. Ажыраспаймын көке, арам ойым жоқ көке. Біздікі таза демалыс, достармен бас қосу көке. Соның осы жерге ана Ерекең деген досыммен үйлендіріп жіберейік дедік, отырып қалып, мен бір сосын өстіп кеп қалдым. Қызыңызды білесіз ғой көке. Қызған жақ қой, оған мальчишник десең, ол түсінбейді де көке. Енді ерке өсті ғой. Ол ештеңе түсіп, сосын сіз түсінетін шығарсыз, шынды айтайын, жаназаға барғанда жоқпыз көке. Қызыңыз түсінбейтін болғаннан кейін жаназа деп өтірік айттым да, бері келе салдық. Мен мұнда көргенімді айтпай қойыңызшы қызыңызға. Өтініш, как мужчина бір өзіміз арамызда қалсын көке. Өтініш, сыр арамызда қалсын бәрі. Сонымен ана қыз бен жігітке зорға түсіндіріп аман қалдың. Оны қойш, қайнатаң не болды сонымен? Өлі, қайнатадан ят болды вообще да. Адам ой жиірек қой. Мен ол кісі туралы вообще арам ойлап жүрмін ғой. Сөйтсем, ол кісі мына жерді сатып алайын деп жүр екен. Базар шоу. Ана қасындағы екі қыз, біреу бухгалтер, біреу менеджер, не зерттеп тексеріп жүр ма? Мен арам ойлап жүрмін. Ұят болды. Ой деген жүйрік,
иә осындамыз әлі. Кеше қонағасы болды, бүгінен жаназасы ғой. Ау молдаға? Салям алейкум. Мына жамағат бос саптарыңызды түзеңіздер. Бауырмау. Жамағат тұрыңдар деп жатыр. Бауырмау. келіңіздер наумин деп. Қазір қайтеміз, құдай естігесін енді, өмір қояды. Обал болды бірақ ше. Иә, мына бір күлікте ғой, Сәрсенбаев 27 деген көшеде тұрады екен. Дәу үйлер бар. Дану. Қашан? Прям ма? Қош, бүгін келе жатсың ба? Қом қой. Сен самолетте түсіп қойдың ба? Иә, келе бір осында жылап жатырмыз ғой бәріміз. Күтіп аламын ғой. Иә, бір күлік. Сәрсенбаев 27. Келе бір. Не oldu? Kim келе жатыр? Адресті айтып жатсың, пицца ма? Пицца ма деймін? Қайдағы пицца? Пицца келе жатыр. Өлі, мен әйелім келеді. Өлі. Қатын келеді, жігіттер. Сен жындысың ба? Ол кісі бәріміз ұсталамыз ғой. Иә. Майор, бәсе неге бәрі жақсы болып кетті деп емес. Досым, иман санат болсын. Құдай қаласа 40-ына өтеміз. Апака балса. Қайда кеттіңдер? Достықтарың осы ма? Қайда кеттіңдер? Жігіттер, дәл осылай мені тез айналып кететін болсаңдар бар ғой, маған ренжімеңдер. Мен кайсаққа кіретін болсам, сендер де кайсаққа кіресіңдер. Аула ойна. Көп ажырасамыз. Не аула ойна? Сен немене әселермен билеп жүрген видеоң менде жоқ деп тұрсың ба? Сен миың ашып қалған шығар? Көт келді. Көт келді емес, құт келді десейші. Құт келді дейін десем, көт құсап қашып баратқан өзің емес па енді? Сен де мен дұрыс түсінсей, кәрім мен келіншегіме сакский моншаға оңшың жігіттер болып кетіп баратыр дегем ғой. Ой, жүдая бір көз ашқалы өтірік айтып кеп, бүгін жыл болып қалмайтын шығарсың сен? Не демексің? Сонда мынарда қайғырып тұрамыз да өтірік? Өтірік қайғырып тұрыңдар. Сендерге шын қайғыр деп тұрған жоқпын ғой. Кішкене көңіл айтады да кетеді ғой, айналайындар, сендер де сонша әйелдерінен қорқасыңдар. Сен қатынды танып қойды ғой. Танымайды. Сенің баяғыда біздің түскен жас кездегі сурет альбомда жатыр ол сандықтың түбінде ұмытып кеткен. Сен өгіздер ұзын шөгілдің қойғыз құт келді сен. Онда тұра салайық та. Тұра саңдар ше, жандарымен мен әйелім кеп қонбайды ғой. 5 минут келеді. 5 минут келеді да жаназаны аурасын берсек болды ғой. Бешара қайтыс болған екен. Тұра саңдар. Болды кетеді, одан кейін ары қарай кайф ұша қоя. Құт келді жаным. Көмектесші осындайды. Планын құрайық шодан осы жерде. Не план енді? План. Одан да бәріміз қайтып кетейік. Сен вообще құрып кет бар. Осыдан елге барайықшы. Мен сені бар ғой чаттан шығарып беремін. Кайфушыға вообще жоқ адам екенсің сен. Алло, жаным. Ананың әйелі келді дейік. Бізде өлік жоқ қой, масқара боламыз ғой. Талғат, сен өле салсай? Құрып кете, одан да ажырасқаным жақсы. Ой, досым, өле салсың, түріңде өлікке ұқсайды ғой сенің. Натуре бар ғой негізі. Өмірің мән, мағына бір пәтуасызсың ғой. Өле сол. Бетін жауып қоямыз, ешкім білмейді ғой. Бәрі әйелімді өлтіреді. Өліп көмектесейін оғында. Содан түскеннен кейін сразу солға бұрылып кетесің. Мен күтіп аламын ғой, жаным. Келе бер осында. Келді. Айналайын, бар үмітім өздеріңде көмектесіңдер, жаназаның аурасын берсеңдер болды. Мамасына көңіл айтады кетеді, жаным. Құт келді, бар үмітім өзінде. Жаназаның аурасын бер дейді. Жаназада бір молда деген нәрселер болмай ма? Шынымен? Сол. Маған қарама, мен башы өлген адаммын. Молдаке? Қумасы. Молдаке? 5 минут қой, молдаке. Перегар шап тұрған молдан қақтан көргесін? Мен бір сүре білмеймін. Бір уағыз десеші, уағызды айтамайым ғой. Ой, сорлау, сені біреу мешітке бас имам қылайын деп жатыр ма? Келген адамға иншалла деп айталатын шығарсың. Иншалла деші. Иншалла. Болды ғой, міне дайын екенсің ғой енді. Жоқ, мақұлда, мен молда болдым деймін да. Мына өлік. Мамасына көңіл айтам десе, мамасын қақтан табамыз біз. Мамасы оласы. Тоғыз мама? Қуасыңдар ма? Қандай мамасы? Менің көзімде аналық мейірім деген жоқ қой. Сен біреуді бүйтіп көзіне қарап тұрып емізейін деп атсың ба? Құлмашы. Құтқару керек. Тұра тұрыңдар. Мен қазір біреуді көндіріп келем қазір.
машина келді ғой деймін. Дайындал. Сәлем жан. Не сүймедсің? Жаназада көріскенде сүйіспейді жаным. Өзің не әуре болып келдің, өзімді баратын ем ғой, жерлеп болған екен, қайтатын ем ғой. Неге әуре болды сонша? Жан. Түсінбей тұрған шығарсың. Жоқ, досымдікі емес. Досымның бастығынікі ғой. Осы жерде қызмет істеген екенбіз. Қатылабандық қазғаннан, ден қызмет жасап, сосын бастығы риза болып ана жерден бір бөлме беріп қойған екен. Бала шағасымен осы жерде тұрады екен, қазір айтса. Қайтеміз енді, қыршыннан кетті бала. Қазір осы жерден шығарамыз ғой. Осы жерден шығарасыңдар ма? Осы жерден шығарамыз да. Ой, еңбек сіңген ғой. Ой, артистерді театрдан еңбек сіңген деп, сол театрдан шығарып жатады ғой. Жүр, жарайды, кірейік ішке. Қазір жаназайын. Шеттей бала шағасы. Ойласа, жүрегің. Қорқма. Моргтан газ алып келдік. Қорқма. Ешкім жоқ. Мынандай жерде тұрады екен, ешкімі жоқ па? Енді, ешкімі бар ғой, туысқандары көп қой. Енді біреу базарға кетті, біреу магазинге кетті. Онысында кеше қонағасын беріп қойғанбыз. Көбісі кеп кетті ғой, туысқандардың бәрі көбісі кеп кетті. Жұмыс басы келе бермейді. Кеше қонағасын берді. Білмейсің бе? Бұндай жағдайда бірінші қонағасын береді. Енді бүгін жетісін беріп жатырмыз. Сен жынсыңдар ма? Адамды жерлемей жап жетісін берген ес? Жетісін беру керек қой. Бермеймін. Адамды жерлегенсін береді ғой. Әр елдің салты басқа. Бұл жақта немеге келдік етсек, башама немеге келдік. Қалай келмеймін, кәрім? Өзің түнімен жылап шықтың ғой, досым-ай, досым деп. Мен де қызықпын, сен бір өзің жібере сал. Өзімнен де бар екен де, қатты жылап қойыптым тек. Жай сөйлеш. Молдеке келді ғой. Ассалаумағалейкум. Молдекен келді. Ассалаумағалейкум, Молдеке. Алейкум салам. Мынау қайғыларыңызға ортақпыз. Иншалла. Мына Молдекеңді қайдан тауып алғансыңдар? Не қылды? Саунадан шыққанға үстінде халат, аяғында сланцы. Дем алып жүрген, есің дұрыс па сен? Молдеке. Иншалла. Жамағаттан сұрақ туып жатыр. Молдалар бұндай жерге бүйтіп киім келмеуші еді ғой. Бұны сланцы енесіз, бұл киім неге бұл? Мынау намаз оқып жатқам ғой. Сонымен оқиын деп барып дәрет алайын десем, ұрлап кетті мына киімді, иншалла. Оңбаған Алла жазасын берсін оларды. Иншалла. Молдаңыз жалаңаш алған ба дәретті? Қосылаған ғой бұл. Сен немене молдаларға сынаудыға келдің бе жерге? Сен не келдің? Болды, көңіл айттың, болды, енді айналайын. Қайтайық. Жақсы, онда келдіңіз. Кете берсін. Мамасы, папасы қай жақта көңіл айтайын да енді? Мамасы мен ұрсып қалған ба, қазір. Мамасы көрінбеді. Тешеліміз таппай жатырмыз. Жоқ, мамасы жоқ. Мамасы жоқ. Машалла, мама. Мамасы келді. Анасы. Саламатсыз ба, апа? Енді Алла сабыр берсін. Қазаның арты қайырлы болсын. Өзіңізге бекем болыңыз. Неден қайтыс болды? Соны ақылдаспаппыз ғой. Енді есің дұрыс па сенің? Шешесі шокта тұр ғой. Шокта тұрған анаға неден қайтыс болды деуге бола ма? Анасынан перекордың шығып тұр ғой. Қымыз ішкенді да енді сен не болып кетті саған? Не болып кетті? Машинаға ағып кеткен. Машинаға ағып кетті ғой. Машинаға ағып кетті ғой. Сонда Мынау құрметті жамағат, саптарыңыз түзеңіздер. Баяғыда дейді
келіншектер әйел адам жалп жаназаға қатыспайды дейді ғой. Қайту керек дейді ғой. Иә, ата бабамыздан естуші ек қой. Жақсы, онда келініңіз кетті онда. Болды ке. Ал мына Сау болыңыз, апа. анасы сабыр етіңіз. Апа, балаңызға звондап жатыр. Бұндайда естейді. Бұндайда сабыр қыңыздар. Ян телефонды бейсбукаға қояды бұндай. Қатыныз звондап отыр. Апа, мынау келініңіз звондап отыр. Келініңізге жауап беріңізші. Сөйлеспеймін. Араласып жүрген жоқ. Кетші бері. Алло. Саламатсыз ба? Сіздің күйеуіңізді машинаға қақып кетіп қайтыс болды. Сабырлы болыңыз. Ау. Мына порожняк. Ай, не кеттің ол? Мұнда кеттің. Сен точно. Мұнда кеттің. Точно өлдің сен. Не болып кетті? Мына жерге біреуді қоймасақ қазір енді. Әйеліміз тұрады. Ойбай, біздің қатын келе жатыр. Бұны! Не болып кеттіңіз? Ал, иншалла, осына. Альхамдулилля. Я, сондай. Айттым. Айттың ба? Бұл неге бұлай жатып қалған? Болды ке, Жақсы адам еді ғой, бір аунаған шығар. Соңғы арманы тверк билеу еді. Арманына жетемай кетті. Ал ендеше біз жаназамызды бастайық. Сапарларыңыз сәтті болсын дегің келеді. Біз бастайық сіздер. Бара берсеңіздер. Ой, құдай ай. Қыстап кете береден пайдаланы. Сәл жинап жүрсе қайтеді. Отырған жерде. Дене деген осы. Бұл өмірде амалдар қалады екен ғой осы жерде. Соған жаназа бастал. Көтек! Саламатсыз ба? Сабыр. Ананың үстіндегі сенің өлең емес па? Иә, менікі. Айттым саған, точно сенің біреуің бар. Бергеле! Берген! Балконға жайып қойып ем. Иә. Яққанда бұлақ сайсалаң, шытырман тоғай айналаң, көл құрған қызғыштай сенде сезалан бай балам. Ей жайлау, тоқта! Тоқта деймі! Тоқта! 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 Братан, секірме! Секірме! Сәлем бердік. Еркін, сөйлесуіміз керек. Не сөйлесесің? Біле білсең, жаңағы кісі, ол менің әкем. Әкем? Иә. Қалай әкем? Кәдімгідей. Мен шынымен, мен ренжімеші, мен сен жайлы дұрыс ойламаппын мен. Просто білмеймін, не үшін қызғанып кеткенді білмеймін. Ұят болды ма? Жарайды, ештеңе етпейді. Бірақ келесіде мән жайды білмей жатып, олай ашуланба. Все. Шынымен ренжімеші, я не специально. И мен сені ұнататын сияқтымын. А? Ұнатамын, бұл ұялтып сұрай бермеші. Сен бұл жаққа мальчишникқа келдің емес па, сен қалыңдығың бар ғой? Давай бәрін түсіндіріп берейін саған. Просто мен достарыммен демалғым келді. Мына жерді жалдадым, сөйттім да ойдан құрастырдым. Мальчишник, қалыңдығым бар, а то олардың әйелдері жібермейді. Мен просто, я с ними хотел кайфануть. И мен махаббатын тапқан сияқты. Может, продолжим, мальчишник, заново, а? Ну, ответ, яма жоқ па? Рәбден, тоқташы болды. Мен бәрін әу бастан білем, болды, өтірік жалғап кеттің ғой.
кешірші. Мен өтірік айтқан жоқпын. Ол солай болып қалды жаным. Кәрім, сен ұялмайсың ба? Кішкене ұялсаңшы. Жаным. Бірақ мен ешқандай қызмет танысқан жоқпын. Ешқандай қызмет. Бірақ қызмет таныстым. Телефонын алдым. Үйде оның телефонын жоғалтып алдым. Ой, қуанғанымды көрсең ғой, ана телефон жоғалтып алған ба? Yes, телефонын жоғалтып алдым деп. Жаным, мен сенен басқа ешкімді жақсы көрмеймін. Кешірші мен. Талғат, оңбаған десе, сен құтырайын депсің, я? Оңбаған менің рұқсатымсыз неге өтірік алдап дем алып жүрсің, а? Мен саған айттым ғой, рұқсатсыз ешқайда шықпайсың. Негесің, не ішесің, қайда барасың, менен сұрайсың, естің ба? Естің ғой, Мен еркекпін. Қайда барам, қайда тұрам, не ішем, не жейм өзім білем. Мен саған бұдан кейін отчет тапсырмаймын. Давай, түс алдыма. Жаным, Талғат, сен ба бұл? Тағы айтшы. Құлағың керек ма, түс алдыма деймін. Жарайды. Түс! Жаным, кешірші, мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Негізі балдар Сакский баняға шақырған ғой. Бірақ басқа жерге келіп тұрмыз да. Бірақ күшті жер екенсің. Бірақ шын айтамын, жігітше, сенің алдыңда арым таза. Тыңдашы, мен Құткелді. Мен сені бұл жерге аңдып келген жоқпын. Саған айтатын жаңалығым бар. Қандай? Жан, отандасқаннан бері сен үнемі мені қолдап келесің. Енді Еркелігімді де көтересің. Тіпті біздің баламыз болмайды дегенде де сен менен теріс айналған жоқсың. Үнемі жанымда болдың, қолдадың. Енді Қандай қиындық келсе де мен сенен кетем деген жоқпын. Бірақ өтініш, тастап кетем деп айтпашы мені. Ана Инстаграм, ТикТокқа кірсең бол бәрі ажырасып жатыр. Екеуміз ажыраспай қояйықшы. Жан, тыңдасайшы сен мен соңына дейін. Біздің дұғамыз қабыл болды. Шын айтып тұрсың ба? Сәбилі боламыз. Сен әке боламыз. Көтерме жаным. Өзің зорға көтергенде осы уақытқа шейін көтергенің жетеді. Жаным, сол жүр. Әке, сізге айтқан жігіт осы. Ассалаумағалейкум. Еркін болады десім маған. Еркін келдің. Қалай жағдай еркін? Шүкір жете. Еркінді мен бағанада бір жерден көрген сияқтымын да? Иә. Ерема. Енді қызым сен туралы біраз әңгімелер айтты маған. Дұрыс. Әр нәрсенің өз уақытында болған жақсы. Үйленетін болсаңдар, мені тыңдасаңдар асықпаңдар. Семья құру бұл ең жауапты дүние. Сондықтан да рахмет ағаларым болсын. Достар, планшы, яғни шынайы махаббат планы шынымен де мықты екен. Әр еркектің артында бір мықты әйел, әр күшті демалыстың артында бір өтірік тұрады екен. Сол шынайы махаббаттың бір белгісі бала сүю ғой жігіттер. Мен бар ғой әжекте бір түсінгенім, әйелге ешқашанда өтірік айтуға болмайды екен. Олар бәрі біліп қойсын. Әйелдеріңді бар қойып, бұлай айтсаңдар. Сендер қандай адамсыңдар? Жаназама мені де шақырмайсыңдар ма? Не болды? Адам мен солай ойлай ма? Миларың істей ма сендердің? Қайда жақсы емес па? Қайда өмірің ұзақ болады. Көп жасайтын боласың. Сендер өз ниеті бар адамсыңдар ма өзің? Бісміллә. Бісміллә. Серік, ей Серік. Серік. Не болды? Серік. Майы. Серікті машина қағып кетті.